мен Аязбай Арыс осы компаниядан дәрілерін алып ішіп, өзімнен результат жақсы. Одан сосын немерем жүрегінде тесігі бар деп врачтар қайта шақырып, операцияға неге анализ бәрін тапсыртып, жүрегінің өзегі түсіріп кел деп еді. Сөйтіп қызыма осы Тяншидің несін айттым, Гүлзипаға келдім. Гүлзипадан не алайын, бір мәслихат алайын, не дейді деп. Сөйтіп Гүлзипа общий бәрін беріп еді, мынаны ішкіз деп. Соны қалай қызым ішкізді, бір айдан кейін неге барса, жаңа өзіге түсіріп келейін, врач не алған кезде, алдында барған кезде бар еді дейді. Артынан тағы өзіге барсам, мына қызда тесік түгіл бәледе жоқ деп, жаңа өзіге түсіретін қыз сөйлепті. Кім айтты деген, врач жіберіп отыр, операцияға дайындайын деп жатыр дедім дейді. Онда сол несін түсіріп беріп, врачқа барса, не істедің мына қызға? Баяғыдан бері тесігі жүрген қызға деп ұрсып тастады дейді. Сөйтіп Тяншидің дәрісін бердім, мамам соның несінен ішетін результатын алып өзі алып отыр, сосын маған осыны не қылғасын мен де алып ішкізбедім, осының көп пайдасы дейді. Бірінші Құдай, екінші Гүлзипаға рахмет айт деп жатырмын ғой мен қызыма. Рахмет айту. Бірақ бұны ішкен адам зиян көрмейді. Мен өзім неше жылдан бері ішіп келатырмын. Алсаң зиян көрмейсің қызым. Пайдасы бар. Немереңізге не ішкіздіңіз? Немереме кардицепс, сосын жаңағы не алып едім, ұмытып қалдым менде. Детский кальций. Детский кальций алдық, цинк алдық, жаңағы шайынды алдым, бәрін қосып берді ғой қызым. Жаңағы не қылмай беріп, тек алдына омегады алдық қой. Омеганы да тек ол домалағын ішпейді, сығып қоямын да сыртын өзім ішіп қоятын едім дейді. Сол бәрін әйтеуір результат жақсы болды. Қазір 94-ке келді. Садикке бар, сайрағанда тілі деген балдай. Қанша айда жаңа операция істейміз деп еді? 9 айлық кезінде дайындаймыз деп не қылып еді врачтар. Құдайға шүкір, содан бері 2-3 жыл өтті ғой, қазір еш не жоқ, жақсы. Соны енді тағы дәрісін алып бер деп еді, енді осыған келіп отқан ғой Гүлзипаға. Рахмет.